Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, құрметті әріптестер. Біз бүгін сіздермен бірге 2025-2026 оқу жылында жасөспірімдер олимпиадасы, яғни юниор олимпиадасы 8-ші сынып тапсырмаларын талдайтын боламыз. Ал олай болса бастадық. Бірінші тапсырма былай дейді: қандай да бір ғаламшарда массасы 15 кг жүктің үйкеліс коэффициенті 0,3 болатын кедір-бұдырлы бет бойымен орын ауыстыру үшін 27 ньютон күш қажет дейді. Осы ғаламшардың G гравитациялық тұрақтысының мәні қандай? Енді бұл жерде гравитациялық тұрақты емес, негізі еркін түсу деу деген сәл дұрысырақ болатын секілді. Себебі гравитациялық тұрақтыны бізде жаңағы 8-ші класстарымыз әлі өтпейді, оны 9-ші класс өтеміз. Бізде қараңыздар, мына жерде қажет күш 27 ньютон деп тұр ғой. Бұл күшіміз бізде үйкеліс күшін жеңу керек. Яғни үйкеліс күшінің мәні сонда осыған тең болады деген сөз. Енді бізден сұрап жатқан G деп, кішкентай G деп қарастыра берейік. Енді бізде бұл жерде үйкеліс күшінің формуласына тоқталамыз. Ол бізде μn. Тапсырмада ешқандай жаңағы көлбеу жазықтық басқа туралы айтылмаған, сондықтан біз енді бұны горизонталь бет деп қарастырамыз. Міне мына жерде бізде үйкеліс пайда болады, үйкеліс күші пайда болады, және реакция күші n, және ауырлық күші mg. Сонда n-нің орнына біз mg қоя аламыз. Осы жерден g табатын болсақ, үйкеліс күшін бөлеміз μ m-ға. Яғни 27-ні бөлеміз μ бізде 0,3-ке тең, және 15-ке тең. Тең болады. Мына жақта ньютон, мына жақта килограмм. 27-ні 0,3-ке бөлетін болсақ 90 шығу керек. 90-ды 15-ке бөлсек 6 ньютон килограмм болады екен. Яғни есептегі G гравитациялық тұрақтысының мәні 6 ньютон бөлінген килограммға тең, немесе біз оны еркін түсу деуіне тең деп те ала аламыз. Жақсы, әрі қарай кеттік. Нөмірі 2-ші тапсырма. Үстел бетімен білікшенің орнын ауыстыру үшін 30 ньютон күш қажет болатын болса, онда білікше мен үстел бетінің арасында үйкеліс коэффициентінің мәні қандай? Білікшенің массасы берілген. Бізде енді бұл жерде еркін түсу деуі G жер бетінде деп қарастыра береміз. Яғни 10 метр секунд квадрат. Үйкеліс күшінің формуласы бізде μn, дәл жаңағы есеп секілді μmg деп аламыз. Және өшіне μ-ді табатын болсақ, үйкеліс бөлінген mg болады. 30 ньютон бөлінген mg бізде 50-ге тең. Ньютон дей берейік. Сонымен 0,6-ға тең болады екен. Сонда үйкеліс коэффициенті біздің есепте 0,6-ға тең болып тұр. Әрі қарай кеттік. Нөмірі 3-ші тапсырма. Бізде былай дейді: шамасы 54 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобиль, яғни 15 метр секунд деп ала берейік, 1200 метр қашықтықты жүру үшін қанша уақыт қажет дейді? S бөлінген V, 1200-ді 15-ке бөле саламыз. Бұл шатаспасам 80-ге тең болуы қажет. Бұл жерде тұрақты жылдамдықпен қозғалған, сондықтан дұрыс жауап Д болады. Келесі 4-ші тапсырма былай дейді: моторлы қайық өзен ағысына қарсы, ағысқа қарсы 5 км жолды 30 минутта жүріп өтеді дейді. 30 минут дегеніміз бізде ол 0,15 сағат. Қарсы, ағысқа қарсы. Ағыстың жылдамдығы бізде берілген 5 км сағат. Суға қатысты қайықтың жылдамдығы қандай? Енді бұл жерде суға қатысты деген тынық суға қатысты деп айтылған дұрыс болар. Енді бізде алдымен ағысқа қарсы екенін ескереміз. Ағысқа қарсы болған кезде біз жылдамдықтарды бір-бірінен азайтамыз, және S бөлінген Т дедік. Сонда бізде бұл жерде 5-ті 0,5-ке бөлетін болсақ, бізде 10 км сағат шығады. Енді қайықтың жылдамдығын табатын болсақ, ағысқа қосамыз 10-ды, сонда 15 км сағат болады.
15 км сағат, яғни дұрыс жауап бізде С болады дейміз. Келесі 5-ші тапсырма. Болат кубтың массасы 200 грамм, яғни М0 0,2 килограмм дейік. Қабырғасын 2 есе үлкен кубтың массасы қандай болады? Қабырғасы, яғни басында бізде А болса, екінші жағдайда бізде А дейік. Екінші жағдайда қабырға 2 есе үлкен болды. Бұл 7-ші класстардың тапсырмасында да кездескен тұғын. Массаны сұрап жатыр. Енді жалпы жағдайда масса деген ол ρ көбейтілген В1 дейік. Бірінші жағдайдағы көлеме. Кубик деген бізде мынандай болып тұр бірінші жағдайда. Так, мынаның қабырғасы А болады. Ал екінші кубтың қабырғасы бізде 2 есе үлкен. Екі А болады. Сонда бірінші жағдайдағы көлем бізде А куб болса, екінші жағдайдағы көлем 2 А-ның кубы болады. Яғни қабырға 2 есе үлкен болса, бізде жағы көлемі 3 есе үлкен болып кетеді. Сонда мынаны біз ρ А куб десек, екінші жағдайдағы масса ρ V2, V1, V2 болсын. V2-ның орнына 8 А кубты қоямыз, немесе 8 көбейтілген М0 дейміз, яғни 0,2-ні 8-ге көбейтеміз, шығады 1,6 килограмм шығады. Дұрыс жауап әрине В нұсқасы болады дейміз. Әр қарай кеттік. Сұрақ жоқ деп ойлаймын. Бөлік құны ең кіші сызғышты анықтаңыз. Определите линейку с наименьшей ценой деления дейді. Бөлік құнын анықтайық. Енді бөлік құны деген екі штрихтың арасында қандай не бар, сан бар, соны көрсетеді. Бізде бірінші жағдайда 25 сантиметрге тең бөлік құны. Екінші жағдай үшін 2,5 сантиметрге тең. Үшінші жағдай үшін 20-ны 5-ке бөлеміз, 4 сантиметрге тең екен. Төртінші жағдай үшін 2 сантиметрге тең екен. Және 5-ші жағдай үшін 1-ді 5-ке бөлеміз, 0,2 сантиметрге тең болып тұр бөлік құны. Сонда дұрыс жауап бізде әрине Е деген жауап болады. Әр қарай кеттік. Нөмірі 7-ші тапсырма. Бізде былай дейді. Үш түрлі мензуркаға әртүрлі көлемдегі сұйық құйылады. Суретті қараңыз. Бірінші және екінші сұйықтар үшінші мензуркаға құйылады. Үшінші мензуркаға сұйық көлемін анықтаңыз. Бірінші мензуркадағы сұйықтың көлемін В1 десек, ол бізде міне мына жер көрініп тұр. Бөлік құны 1-ге тең 25 мл. Екінші мензуркадағы 50 мл болып тұр, ол көрініп тұр. Сонда бізде жалпы көлемді тапқан кезде ол екеуінің қосындысы болады, және үшіншіні де қосып жеріміз айтпақшы. Бұл жерде бізде 1 мен 2-ні 3-ке құй деп жатыр ғой. Бізде V3-іміз тең болып тұр 50-ге миллилитр. Бәрінде миллилитр, сондықтан өлшем бірліктерді өзгертпей қойсақ болады. Сонымен 50 болады 125 миллилитр. Сонымен бізде 125 миллилитр сұйықтық болады екен дейміз. Әрі қарай кеттік. Нөмірі 8-ші тапсырма. Былай дейді. Екі бірдей мензуркадан 100 мл су мен спирт бар. Су мен спиртті араластыру арқылы қоспаның қандай В көлемін алуға болады? Бізде су бар екен 100 мл. Енді бар ғой, біз мына жерде мен өткенде, яғни өткен видеода 7-ші класста қатты мән бермей кеткен екенмін. Тез. Бізде бұл жерде су мен спирт бір-бірімен араласады ғой. Ескересіздер, араласады дегенде бұл жерде бізде диффузия процесі жүреді. Диффузия процесі жүреді. Сондықтан диффузия деген не жалпы? Диффузия деген ол бізде бір заттың молекуланың екінші заттың молекула аралық бос орындарына енуі. Сонда мына жерде спирттің молекулалары судың молекулаларының ішіне қарай кіріп кетуі мүмкін. Мүмкін емес, енді сондай болады. Себебі спирттің формасында бізде SH4 па, сондай еді ғой, шатаспасам.
С2H пе еді. Ал анау суда H2O оттегінің молекулалары үлкенірек болады. Сондықтан оның арасына кіріп кетеді. Бұл жерде көлем бізде міндетті түрде жаңағы диффузия процесінің нәтижесінен 200 мл азайып қалады екен. Сондықтан бұл жерде дұрыс жауап негізі С болады дейміз. Әрі қарай кеттік. Нөмір 9 тапсырма. Суретте зертханаға орнатылған термометр келтірілген. Оның көрсеткішін анықтаңыз. Термометр бізде температураны көрсетіп тұр. Бізде жауапта 20, 20 жарым, 21, 21 жарым және 22 деген не бар екен. Енді бізге қарап отырсақ, бөлік құнын анықтап алайық. Алдымен бөлік құны бізде бір бөлігі 2 градусқа тең. Енді бізде 20-дан бір бөлікке артып тұр, почти бір бөлікке артып тұр. Сондықтан 20-ға 2-ні қосамыз, сонда 22 градус болуы керек. Дұрыс жауап Е болады екен. Келесі 13 тапсырма. Суретте су бар 3 ыдыс кескінделген. Ыдыстар түбінің аудандары тең. Ыдыстың түбіне әсер ететін P1, P2, P3 қысымдарды салыстырыңдар. Бұл жерде бар ғой, енді сұйықтың қысымы ғой, енді сұйықтың қысымы бізде сұйықтың қысымы қалай анықталады? Сұйықтың қысымы гидростатикалық қысым деп айтылады, және ол ρ(H) деген өрнекпен анықталатын. Сіздер білулеріңіз қажет. Көріп отқандарыңыздай H барлығында бірдей, яғни бір биіктікте орналасқан. Шөнде де су, яғни тығыздық бірдей, биіктік бірдей, аудан жарайды бірдей бола берсін, бірақ енді көлемі үш түрлі болып тұр ғой. Мысалы, мына жақта көлемдер бір-біріне тең емес. Келісесіздер де. V2 үлкен болып тұр, одан кейін бар V1, одан кейін бар V3 деген секілді. Бұл жерде көлемге ешқандай қатысы емес. Сұйықтардың қысымы бізде сұйық бағанының биіктігіне тең немесе сұйықтың тереңдігіне тең деп аламыз. Сондықтан бұл жерде H бәрінде бірдей болғандықтан қысым да бәрінде бірдей болады деген жауап болады. Яғни А деген жауапқа ол сәйкес келеді дейміз. Әрі қарай кеттік. Келесі 11 тапсырма. Дейді былай. Құрамы 30% ауа қуыстарымен толтырылған кварцтың орташа тығыздығы қандай? Бізде жалпы кварц деген бір қандай да бір не дейік? Ішінде қуыстар бар, міне. Ішінде жаңағы ауаның қуыстары бар дейік. Енді жалпы көлем бізде В болатын болса, кварцтың көлемі именно кварцтың көлемі ол 0,7 В болады. Келісесіздер ғой? Так. Енді бізден сұрап жатыр, жалпы тығыздықты сұрап жатыр, орташа тығыздығын сұрап жатыр екен. Енді орташа тығыздық деген ол бізде М бөлінген В дейік. М бөлінген В дейік. Так. Енді қараңыздар, бізде жалпы мынау М деген ол кварцтың массасы, ол ρ көбейтілген В кварц болады. Келісесіздер ғой? Сонда мына жермен мына жер кварцтың массасы деп қойық. Енді ауаның массасы ескерілмейді бұл жағдайда. Сонда ρ кварц көбейтілген В кварц болады. Ал В бізде В деп қарастыра берейік, жалпы көлем. Жалпы көлем. Так, сонда ρ кварц, кварцтың көлемі бізде 0,7 бөлігін құрайды ғой жалпы көлемнің. Так, сонда бізде В-ға бөлеміз, және В мен В-ны қысқартатын болсақ, ρ кварцты 0,7-ге көбейтеміз, яғни 2500-ді көбейтеміз 0,7-ге. Шығады 1750 ма? 1750 шығады екен, килограмм метр куб деген жауап шығады. Бұл бізде В деген жауапқа сәйкес келеді. Әрі қарай кеттік. Нөмірі 12 тапсырма. Көлемі 100 см куб болатын алюминий үлгі астына қойылған сүйемелге қандай күшпен қысым жасайды? Алюминий тығыздығы берілген. С какой силой? Қандай күшпен деп тұр, яғни күшті сұрап жатыр. Енді ол жерде қандай да бір дене, мына жерде міне подставка дейді ғой, яғни неге жаңағы астындағы затқа қандай күш түсіреді? Бұл бізде ауырлық күшіне тең болады. Ол mg,
бұл жерде қысым емес, просто mg. Так, m деген ол бізде жаңағы ро v болады. Әрі қарай ро дегеніміз бізде 2700-ге тең. Килограмм метр куб. V 100 сантиметр куб дейді. 100 көбейтілген 10-6 дәрежесі метр куб. Және G бізде 10-ға тең. Ньютон бөлінген килограмм. Так, килограммдар қысқарды, метр кубтар қысқарды, сонда ньютон қалды. Так, 2700-ді 2-де 7 10-ның 3 дәрежесі десек. 2-де 7 10-ның 3 дәрежесі десек. Ана жақта 100 бен 10-ды көбейтсек 10-ның 3 дәрежесі болады. Және 10-ның -6 дәрежесі бар, дәрежелердің бәрі полный қысқарып кетеді. Толығымен нәтижесінен бізде 2,7 ньютон деген жауап шығады. Яғни дұрыс жауап әрине ол Д нұсқасы болады дейміз. Әрі қарай кеттік, нөмір 13-ші тапсырма. Суретте екі дененің координаттарының уақытқа тәуелділік графиктері көрсетілген, яғни координатаның уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Олар қандай қозғалыс жасайды? Бұл енді бізде кәдімгі бір қалыпты қозғалыс x тең x0 плюс минус vt деген өрнекпен анықталатын бір қалыпты қозғалыс. Себебі бұл жерде кәдімгі y тең kx плюс b деген бар ғой. Сызықтық функция, математикадан білулеріңіз қажет. Сызықтық функцияға сәйкес келіп тұр. Ешқандай квадрат басқа нәрсе жоқ. Сол үшін біз бір қалыпты деп қарастырамыз. Біріншіне де, екіншіне де. Сонымен дұрыс жауап А болуы керек. Әрі қарай кеттік, 14-ші тапсырма. Тығыздығы ро сүйегі бар ашық ыдыстың ішінде кубик орналасқан. Суретте келтірілген. Атмосфералық қысым P0. Енді атмосфералық қысым ол сырттан әсер ететін, ауаның тарапынан әсер ететін қысымы, яғни ауаның салмағы былай айтқан кезде. Кубиктің жоғары бетіндегі қысым неге тең? Жоғарғы беті деген бізде мына жер міне. Мысалы мына жердегі. Енді атмосфералық қысым ол бізде барлық денеге әсер етеді. Ал судың ішінде болған соң атмосфералық қысымға қосымша бізде гидростатикалық қысым әсер етеді. Және бұл жерде жоғары жағы дегендіктен біз тек қана оның тереңдігін аламыз, биіктік алмаймыз. Бізде тереңдік аламыз. Сонда допустим мына жерде А нүктесі дейге, сонда А нүктесіндегі қысымды біз атмосфералық қысымға қосамыз гидростатикалық қысым, яғни ρgh. P0 қосылған болады. ρgh-тың орнына h деген біздің жағдайда тереңдік болады. B плюс С емес. Біздің жағдайда ол тек қана А-ға тең болады дейміз. Яғни h-ымыз А-ға тең болады. Сондықтан дұрыс жауап P0 қосылған ρgh деген жауап болады. Яғни Д нұсқасына сәйкес келеді. Басқа жауаптар бізде келмейді екен. Кеттік әрі қарай. Нөмір 15-ші тапсырма. Қатаңдығы 800 ньютон метр болатын серіппені жүк өз салмағымен 8 мм-ге созады. Қатаңдығы 500 ньютон метр болатын серіппені дәл осы жүк қандай шамаға созады? Енді бізде салмақ, яғни P тұрақты, демек жаңағы серіппеге әсер ететін күште тұрақты болады деген сөз. Біз енді екі жағдай қарастырылады ғой. Бірінші жағдай мен екінші жағдайдағы күш өзара тең болады. Әсер ететін күш. Бізде F деген ол серпімділік күші, яғни Kx, K дельта X1, K дельта X2 дейміз. Мынау K1, X1. Осы жерден біз дельта X2-ні табамыз. Сонда K1, X1 бөлінген K2 болады. K1 дегеніміз ол 800 ньютон метр, X1 дегеніміз 8 миллиметр, ал K2 дегеніміз 500 ньютон метр. Так, сонымен екеуі қысқарады. 64-ті 5-ке бөлеміз, 2-ке көбейтсек 128, 10-ға бөлсек 12-де 8. Сонымен 12-де 8 миллиметр болады дейміз. Дұрыс жауап 12-де 8 миллиметр. Дұрыс жауап бізде не болады екен? Б болады дейміз. Жақсы. Әрі қарай кеттік. Келесі. Нөмірі 16-ші тапсырма. Дейді былай. Мензурканың ішіне ішінара қандайда бір мөлдір сұйық құйылған. Алидар
тәжірибе жүргізбекші болып, алдымен мензуркаға 5 гайканы, содан кейін тағы да дәл сонша гайка салады және көлемнің өзгерісін тіркейді. Гайкалар бірдей деп есептеп, бір гайканың көлемін анықтаңыз дейді. Енді бізде V1 көлемді анықтап алайық, яғни бірінші жағдайдағы 5 гайкасы бар нені анықтап алайық. Сұйықтың көлемін анықтап алайық. Су шығар енді бұл жерде. Мөлдір сұйықтық жақсы. Так, енді бөлік құны 1-ге тең. 7 бөлікке қосымша қосылып тұр, демек 27 мл болады. Бірінші жағдайдағы көлеме. Так, енді екінші жағдайдағы көлемді қарастырайық. Екінші жағдайдағы көлем бізде V2 болсын, ол 41 мл болып тұр. Енді не үшін 41 мл болды? Себебі оған қосымша 5 гайка қосылды. Келісесіздер ғой, 5 гайка қосылды. Енді бізден сұрап отыр, бір гайканың көлемі қандай? Енді сонда біз мына жерден дельта V деп, V2 азайту V1 деп 5 гайканың көлемін тауып ала аламыз. Бұл 14 мл-ға тең. Тауып аламыз. 14 мл-ға тең. Енді бізде бұл 5 гайканың көлемі ғой. Бір гайканың көлемін 5-ке көбейтіп қойып, осы жерден біз бір гайканың көлемін табамыз. Сонда гайканың көлемі бізде шығады 14 мл бөлінген 5. Ол 28 бөлінген 10, 2-де 8 мл болады. Немесе 2-де 8 сантиметр куб болады дейміз. Дұрыс жауабы әрине С нұсқасы болады. Әр қарай кеттік. Келесі. Бұл екі жауаптық тапсырмалар болатын. Келесі нөмір 17-ші тапсырма. Дейді былай. Серіппені 4 мм-ге созу үшін 0,102 джоуль жұмыс жасау қажет. Осы серіппені 4 см-ге созу үшін қандай жұмыс жасау қажет? Так, дельта x1 4 мм-ге созу керек. Ол үшін бізге қажетті жұмыс 0,102 джоуль. Ал дәл сол серіппені 4 сантиметрге созу үшін дейді. Так, давайте біз 4 сантиметрді былай жасақ қалай болады? 4 дельта x1 деп. 4 емес. Так, кешірім сұрайым. Мына жерде бізде 4 емес, 10 деп жазыламыз, де? 10 көбейтілген деп жазыламыз ғой. Так, енді A2 жұмыс сұрап жатыр. Серіппені созу үшін әрине біз жұмыс жасаймыз. Ал серіппені созу үшін қажетті жұмыс ол потенциалдық энергияның өзгерісіне тең. Бірінші жағдайдағы потенциалдық энергияның өзгерісі ол К дельта x1 квадрат бөлінген 2. Екінші жағдайда да дәл сондай жұмыс жасалады, яғни потенциалдық энергияның өзгерісіне тең болады. Онда біз К дельта x1 емес x2 квадрат бөлінген 2 дейміз. Енді қараңыздар, x2-нің орнына біз 10x1-ді қойсақ. Ол не болады? К көбейтілген дельта x1 квадрат көбейтілген 100 болып кетеді. Келісесіздер ғой. Себебі бізде қараңыздар, ана жерде 10 дельта x1-ді квадраттаған кезде 100 дельта x1 квадрат. Енді қараңыз, мұнау бізде қаншаға тең? Бұл бізде 0,102 джоульға тең. Сонда A2 жұмысымыз A1-ден 100 есе үлкен болады. Яғни 2 джоульға тең болады дейміз. Сонымен дұрыс жауап бізде әрине В нұсқасы болады. Келесі. Нөмірі 18-ші, жоқ 18-ші тапсырма былай дейді. Пойыздың 10 минутқа кестеден қалып келе жатқан кешігуін жою үшін машинист келу пунктіне 30 км қалған кезде жылдамдығын арттырады. Так, 10 минутқа кешігеді. Кешігу уақыты дельта Т 10 минут. 10 минут дегеніміз ол 6-дан 1 сағат. Так. Енді кешігетін жолы ол 30 км-ге тең. Демек ол жаңағы
кешікпес үшін жылдамдығын арттыру керек қой, дұрыс па? Қалған кезде жылдамдығын арттырады. Бастапқы 80 км/сағат болған жылдамдығы қаншаға өсті дейді. Яғни бастапқыда кешігетін кезде ол 80-мен жүріп келе жатыр ғой, міне. Келсеміз бе? 80-мен жүріп келе жатыр, иә? Енді осы 80-мен жүрген кезде ол 10 минутқа кешіксе, значит, кешікпеу үшін жылдамдығын қандай шамаға арттыру керек? Қандай шамаға арттыру керек дегені біз дельта V деп алсақ қалай? Так. Алдымен біз оның кешігетін кезде қанша уақытта жүретінін тауып көрейікші. T1 деп. Қанша уақытта кешігеді? Кешігіп келсе қанша уақыт жүреді ғой, то есть. Яғни 30 километрді бөлеміз 80 км/сағатқа. Сонда оның кешігетін уақыты, кешігіп келген кезде ол 8-ден 3 сағат жүреді. Келсеңіздер ғой, 8-ден 3 сағат. Минутқа айналдырмай қойып, 8-ден 3 сағат жүріп келеді. Ал бізге ол 10 минутқа кешігіп келеді осы жағдайда. Значит, ол кешікпес үшін 10 минут ертерек келу керек мына уақыттан. Демек, біз оның екінші жағдайдағы уақытын табамыз. Кешікпейтін кездегі уақыты. Ол T1 азайтылған дельта T болады. Тағы да қайталап айтам. Бізде кешігіп келсе ол 8-де 3 сағат жүру керек. Ал оған 10 минут ерте келу, яғни 6-тан 1 сағат ерте келу керек қой. Значит, T2 уақыт жаңағы 8-де 3 сағаттан 6-тан 1-ге азырақ болу керек. Сонда оның кешікпей келетін уақытын жазамыз. Бұл 8-де 3 азайтылған 6-тан 1 болады. Так, ортақ бөлім бізде 24. Мынаған 3-тен береміз біріншісіне, екіншісіне 4-тен береміз. Сонда 9 азайтылған 4, яғни 5 болады. Мына жақта 24 болады. Сонда ол 24-те 5 сағатқа келу керек. 24-тен 5 сағатта келу керек. Енді бұл қанша минут екен бізге қажет емес болып тұр. Енді қараңыз, 24-тен 5 сағатта келетін болса, ол S қашықтықты қандай жылдамдықпен жүру керек? Біз енді соны табамыз. Яғни S бөлінген T2 дейміз. S бізде 30 километрге тең. Соны бөлеміз 24-тен 5-ке. Бөлетін болсақ, екеуі қысқарады 6. 6 көбейтілген 24, яғни 144 шығады ғой. 144 км/сағатпен жүру керек ол кешікпес үшін. Осы жаңағы 30 километрді. Демек, оның жылдамдығының өзгерісі қанша болу керек? Әрине, бізде арттыру керек болады. 144-тен азайтамыз 80-ді. Сонда ол 64 км/сағатқа тезірек жүруі керек болады. Яғни дұрыс жауабы 64 км/сағатқа арттыру керек болады. Сонда ол кешікпей келеді екен. Дұрыс жауап Д нұсқасы. Әрі қарай кеттік. Келесі 19-ші тапсырма. Өзара тізбектей қосылған екі конденсатордан тұратын батареяның сыйымдылығын табыңыз дейді. Әрбір конденсатордың сыйымдылығы 3 микрофарад. Тізбектей қосылған конденсатор деген ол бізде оқушылар мынандай болады. Бірінен соң бірі болады. Мынаныңкі S1, мынаныңкі S2. Тізбектей жалғанған кезде бізде заряд екеуінде бірдей болады. Яғни Q1 мен Q2 заряд өзара тең болады екен. Жақсы ма? Бұл Q зарядқа тең деп қарастырайық, тізбектей қосылған кезде бізде кернеу, жалпы кернеу, ол әр кернеудің қосындысына тең болады. Бізге батареяның сыйымдылығын тап деп жатыр. S1 мен S2 өзара тең, 3 микрофарадқа тең. Бізден батареяның сыйымдылығы, яғни S-ны сұрап жатыр ғой. Енді бізде қараңыздар, U деген не ол? Ол U дегеніміз ол Q бөлінген S. Сіздер оны білесіздер, Q1 S1, Q2 S2 тең болады Q бөлінген S дейміз. Енді мына жерде бізде жаңа айтып кеттік, тізбектей жалғанған кезде заряд ешқайда бөлініп атқан жоқ. Демек, ол зарядтар өзара тең дедік. Сол үшін мынаны қысқартып тастауға, сонда 1 бөлінген S1, 1 бөлінген S2 және 1 бөлінген S қалады. Сонда бізде ортақ бөлім беретін болсақ, анаған S2 береміз. Сонда қараңыздар, S2, S1, S2 қосылған S1 болады. Тең 1 бөлінген S.
осы жерден с-ны табатын болсақ, с1 көбейтілген с2, с1 қосылған с2 дейміз. Яғни 3 микрофарад көбейту 3 микрофарад, астында 6 болады. Сонда бізде 1,5 микрофарад шығады. Енді әрине мен 8-ші класстар қарайтын шығар деген оймен есепті толық түсіндіріп бердім. Жалпы жағдайда по идее негізі бұны ауызша шығарып тастауға болатын есеп еді. Яғни с-ны табу үшін біз біреуін алып екіге бөле салуымызға болатын еді. Егер екі конденсатор болса, және олар тізбекте жалғанған болса, және олардың сан мәндері бірдей болатын болса, онда біреуін алып екіге бөле салуға болады негізі. Егер үшеу болса, үшке бөле салуға болады деген секілді. Сонымен бізде 1,5 микрофарад шығады деп осылай айта салуға да болатын еді ауызша. Мен жаңа сіздерге түсінікті болсын деп толыққан түсіндіріп бергенім осы. Әрі қарай кеттік 20-шы тапсырма. Былай дейді, салмағы 3,12 килограмм болатын. Давайте біз оны масса деп алайық, салмағы деп алсақ сәл біртүрлі болар. Граммға айналдырып жейік. Және болатын және көлемі 500 сантиметр куб көлемді алып тұратын болат бұйымдағы қуыстың көлемі қандай? Қуыс деген ол ішінде ауа толтырылған болып тұр ғой. Ішінде ауа бар болып тұр, сол қуыстың көлемін табыңдар дейді. Так, енді біз алдымен бұл қуыстың көлемін табу үшін біз жалпы көлемнен азайтамыз болаттың көлемін. Яғни біздің болатымыз егер 3120 грамм болса, оның болаттың көлемі қандай болатын еді? Ол М бөлінген ро болат болады. Яғни М дегеніміз 3120 грамм бөлінген ро болат 7,8 грамм сантиметр куб дейік. Так, бұны бөлетін болсақ, шатаспасам 400 сантиметр куб шығу керек. Бұл таза болаттың көлемі 400 болады. Ал бізде жалпы жағдайда 500 болып тұр ғой. Демек, ішінде оның қуыс бар деген сөз. Сол қуысты табу үшін бір-бірден азайтамыз. Яғни 100 сантиметр куб шығады. Дұрыс жауабы С нұсқасы болады дейміз. Жақсы, әрі қарай кеттік. Келесі нөмірі 21-ші тапсырма дейді. Тығыздықтары 400 кг метр куб және 600 кг метр куб болатын бірдей массада алынған тыңайтқыш ұнтақтары қоспасының тығыздығы қандай болады? Бірдей массада дейді. Демек, екеуінің де массасы М1, М2 деп алайық. Және оны М-ға теңестірейік. Жақсы ма? Тығыздығы қандай? Қоспа көлемі оның құраушылар көлемдерінің қосындысына тең деп алыңыз. Яғни В1 мен В2-ның қосындысы бізде В-ны береді деген сөз ғой. Жақсы, енді осының тығыздығын тап дейді. Қоспаның тығыздығын тап. Так, бізде қоспаның тығыздығы ол жалпы массаның қосындысын жалпы көлемге қосқанға тең. Келсесіздер, так. Енді қараңыз. М1 мен М2-ні біз М қосылған М деп алайық. Так, енді В1-ге тоқталайық. В1 дегеніміз ол бізде жаңағы масса дейтін болсақ, оны М бөлінген ро1 десек болады ғой. Екіншісінде дәл солай М бөлінген ро2 десек болады. Енді қараңыздар, М1 мен М2 ол бізде М-ға тең. Алымында 2 болып кетеді. Енді бөліміне ортақ бөлім келтіреміз. Мынаған ро2 береміз, мынаған ро1 береміз. Сонда бізде мынандай болайын деп тұр. Бөлімі сәл ұзақ болып кетейін деп тұр. Так, ро1, ро2 болады. Ортақ бөлімі. Мына жақта М ро2 қосылған М ро1. Мен М1, М2 деп жазған жоқпын, бірден жазып жібердім. Так, енді үстіне шығарамыз ро1, ро2-ні. Сонда қараңыздар, 2М ро1, ро2 бөлімінде М ро2 қосылған М ро1. Давайте М-ді жақшан сыртына шығарайық. Сөйтіп та ро1 плюс ро2 деп жазайық. Сөйтіп М мен М-ді қысқартамыз. Соның нәтижесінен 2 ро1 ро2 ро1 қосылған ро2 деген өрнек аламыз. Енді орнына қойып есеп шығарайық. 2 көбейтілген 400
көбейтілген 600 бөлінген екеуінің қосындысы 1000-ға тең. Нөлдерді қысқарттық. 80 көбейтілген 6 480 болады екен. Сонда екеуінің қоспаның тығыздығы 480 килограмм метр куб шығады дейміз. Дұрыс жауап А нұсқасы болады екен. Жақсы, ары қарай кеттік. Келесі. Нөмір 22. Сыйымдылығы Сібір конденсаторды U1 кернеуге дейін зарядтаған. Бұл конденсаторды сыйымдылығы S2 зарядталмаған конденсатормен параллель қосқан кезде вольтметр 100 вольтты көрсетті дейді. Есеп кішкене сәл шамалы күрделірек секілді. Сібірді тап деп жатыр. Бізде бастапқыда Сібірдің кернеуі 500 вольт болған. S2 бізде 4 микрофарад болған еді. U2 бізде 100 вольт болып қалды. Екінші жағдайда екеуін қостық қой. Енді сұрап жатқан Сібір. Былай болады. Так. Параллель қосамыз ғой. Параллель қосамыз. Конденсаторларды. Так. Енді қараңыз, бізде басында мынау зарядталған еді ғой. Мынау бізде Сібір. Екіншісі бізде S2. Енді зарядталған еді басында. Және екінші конденсаторымыз зарядталған жоқ еді. Яғни Q2 басында 0-ге тең болатын. Зарядталмаған деп айтылды, Енді бізде мынау параллель кезде жалпы зарядтардың қосындысы ол жалпы зарядты береді. Және сыйымдылықтардың қосындысы бізде не береді? Ол жалпы сыйымдылықты береді. С жалпы деп қойған. Q деп ала берейік. Так, енді кернеу екеуінде бірдей болу керек. Яғни U2 деген ол бізде U жалпыға тең болып тұр ғой. Екінші жағдай үшін қарастырып жатырмыз, Басында бізде U1 болған. Енді қараңыздар, U жалпы деген не ол? Ол U жалпы дегеніміз, ол U2 біздің жағдайда. Ол зарядтардың қосындысын бөлеміз сыйымдылықтардың қосындысына. Бұлай жазсам болады, Так. Енді қараңыз, бізде Q2 0-ге тең. Q1 деген ол не? Ол S1 көбейтілген U1. Енді солай жазайық мына жерге. S1 көбейтілген U1 бөліміне S1 қосылған S2 дейік. Так, енді сан мәнін қойып көрейікші. U2 дегеніміз бізде 100-ге тең. Тең болады. S1 бізде белгісіз. U1 бізде 500-ге тең. Бөлімінде S1 қосылған S2-міз бар. Так, мына жерде 2-0 қысқаратта S1 қосылған S2 тең болады 5 S1 десек. Болады, Енді осы жерден біз қазір 4 S1 тең S2 дейміз. Және осы жерден S1-ді табатын, S1 сұрап отыр ғой. S1-ді табатын болса, ол S2 бөлінген 4 болады. Яғни S2 бізде 4 микрофарадқа тең. Соны бөлеміз 4-ке, шығады 1 микрофарад шығады. Дұрыс жауап сонымен 1 МКФ болады екен. Яғни Д деген жауап дұрыс деп қарастырамыз. Есеп осылай болды. Сәл негізі күрделі. Ары қарай кетті, келесі. 22-ші тапсырма, 23-ші тапсырма. Қатаңдықтары 15 килоньютон метр және 25 килоньютон болатын екі серіппені тізбектей жалған жүйені қандай да бір күшпен созады. 15 килоньютон метр және 25 килоньютон бөлінген метр. Так. Бірінші серіппенің ұзаруы 5 миллиметрге тең дейді. Яғни бірінші серіппеміздіңкі дельта x1 деп алайық. 5 миллиметрге тең. Жүйені қандай күшпен созады және екінші серіппенің ұзаруы қандай болады? Дельта x2-ні сұрап жатыр. Енді қараңыздар, бізде серіппелер тізбектей жалғанған. Тізбектей жалғанған кезде серіппелердің түсірілетін күштер өзара тең болады.
міне екі серіппе дейге мысалы. Мынау бізде К1, К2 болса, мына жаққа тартатын біздің сыртқы F деген күшіміз бар ғой. Сол F күшіміз тізбектей болған кезде F1 мен F2-ге тең болады екен. Все, ары қарай енді оны анықтай салу оңай. Сонда F күшімізді тауып алайық. Ол К1 X1 болады. К1 15 килоньютон метр, X1 5 миллиметр. 10-3. Көбейтетін болсақ, бізде шығады 75 ньютон шығады. Яғни түсірілген күшіміз 75 ньютон болады екен. Так, енді қараңыздар, дельта x2 шамасын сұрап жатыр. Дельта x2 деген ол F2 бөлінген K2 болады. Яғни F бөлінген K2 десең де болады, айырмашылығы жоқ. Сонымен 75-ті бөлеміз неге? К2-ге, яғни 25 килоньютон бөлінген метрға. Сонда 75-ті 25-ке бөлетін болсақ, бізде 3 шығады. 10-3 немесе 3 миллиметр дейміз. Сонда дұрыс жауаптар 75 ньютон және 3 миллиметр деген жауап шығады екен. Бұл бізде D деген нұсқаға сәйкес келеді дейміз. Әрі қарай кеттік. Келесі. 24-ші есеп. Массасы 5 килограмм білікше кедір-бұдырлы бетте орналасқан. Білікше мен бет арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,3-ке тең дейді. Масса 5 килограмм, мю 0,3-ке тең. Денені 10 ньютон күшпен және 20 ньютон күшпен тарту керек. Оған әсер еткен үйкеліс күші қандай болады дейді. Яғни үйкеліс 1-ді және үйкеліс 2-ні сұрап жатыр екен. Еркін сөйі берілген. Так, қараңыздар, мынау бізде денеге. Бұны біз андай F1 деген күшпен тартамыз. Оған әсер ететін негізі үйкеліс күші бар. Енді үйкеліс күші деген не жалпы? Үйкеліс күші ол бізде mu n. Біздің жағдайда n mg-ға тең деп ала береміз. Сондықтан mu mg болады. Тыныштық үйкелісін анықтайық. Максимальный үйкеліс күші бұл же тыныштық үйкеліс күші болады. Mu 0,3 m5 g10 шығады, 15 ньютон шығады. Енді қараңыздар. Бірінші жағдайда F1-іміз ол үйкеліс күшінен кіші болып тұр. Тыныштық үйкелісінен кіші болып тұр. Бізде 15 ньютон еді ғой, тыныштық үйкелісі. Мен осы тапсырманы сәл дұрыс қарамай 7-ші сыныпта қате белгілеп жіберіппін. Кешірім сұраймын. Енді қараңыздар. Сонда бізде 10 ньютонымыз күшіміз 15 ньютонға жетпейді. Сондықтан оған әсер ететін күшіміз жаңағы тыныштықта тұр ғой бәрібір. Тыныштықта тұр ғой. Мынау 10-ға қарай 10 ньютонмен тартатын болсақ, демек ол тыныштықта тұрса, оған тең әсерлі күш 0-ге тең болу керек қой. Дұрыс па? Тыныштықта тұр, ньютон бірінші. Егер тыныштықта болса, значит оған әсер ететін қарама-қарсы күш те 10 ньютон болады деген сөз. Значит, бірінші жағдай үшін үйкеліс күшіміз болады 10 ньютон болады. Енді екінші жағдай қарастырайық. Екінші жағдайда бізде F2-міз F үйкелістен үлкен, яғни тыныштық үйкелісінен үлкен. Яғни 20 ньютон 15 ньютоннан үлкен болып тұр. Демек, оған әсер ететін бізде үйкеліс күші, бізде максимал үйкеліс күші, яғни тұрақты болады 15 ньютон қала береді. Демек, жаңа әсер еткен 20 ньютонның нәтижесінен ол қозғалады орнынан. Сол 5 ньютон күшіміз қосымша күш ол қозғалысқа кетеді, яғни үдеуге кетеді деп айтамыз. Енді оны 8 жастар түсіне қоймас шамалы. Так, бірақ үйкеліс күші өзгермей қалады. Сондықтан бірінші жағдай үшін 10 ньютон және екінші жағдай үшін 15 ньютон деген С деген жауап сәйкес келеді екен дейміз. Жақсы, ары қарай кеттік. 25-ші тапсырма дейді былай. Кастрюлеге температурасы 0 градус су құйып, 10 градус су құйып плитаға қойған. Егер 10 минуттан кейін су қайнаған болса, онда ол қанша уақытта толығымен буға айналады дейді. Бізде бастапқы температурамыз 10 градус екен. Ол 10 минутта қайнады дейді. Енді бізден сұрап жатыр, қанша уақытта буланады дейді. Т2-ні сұрап жатыр дейге. Бұл енді тау деп белгілей берсек болады. Енді қараңыздар, бізде жалпы мынау плитаның қуаты өзгермейді.
сізде қандай зат қойсаңыз да плитаның қуаты өзгермейді. Қуат ол бізде А бөлінген уақыт. Тау деп ала берейік. Енді А дегеніміз біздің жағдайда бұл жылу мөлшеріне тең болады. Бөлінген тау дейміз. Екінші жағдайда ол бізде буланып кетеді ғой. Булану процесінде де бізде жағы жылуымызды Q2 деп алайық. Ол жерде енді бізде қуат өзгермейді ешқандай. Енді осы жерден Q1 мынау бізде қайнату, ал Q2 бізде буландыру. Так, енді давай орнына қойып тастайық. Кімнің кім екені. Қайнату үшін бізге М(С) Т-Т0 болады. Бұл жерде енді қайнау температурасын бермеген, енді судың қайнау температурасын барлығымыз білеміз, ол 100 градус болу керек. Так, Т1 дейміз. Екінші жағдайда буландыру ол МР. Ойбай, мына жақта меншікті булану жылуын Q деп белгілеп қойған екен, R ғой енді. Так, R деп алайықшы, біз білетіміз бойынша. Так, Т2 дейік. Тау 2, то есть. Енді осы жерден тау 2-ні табуымыз керек. Енді қараңыздар, бұл есепте бізде масса берілмеген, бірақ массамыз қысқарып кетеді екен. Нәтижесінде бізде тау 2-ні тапқан кезде тау 1 көбейтілген R бөлінген С дельта Т дей салсақ болады. Т1-іміз 10 минут. Так, R бізде 2-де 26, 10-ның 6 дәрежесіне тең екен. Так, С 4-те 18, 10-ның 3 дәрежесі. Және дельта Т бізде 90-ға тең дейміз. Так, дәрежелерді қысқартамыз. 10-ның 3 дәрежесі қалады. 0 мен 0-ді қысқартамыз. Енді көбейтетінді көбейтіп бөлеміз. Так, 10-ның 3 дәрежесі деген 10 мың, яғни 2260-ты бөлеміз 4-18-ге, бөлеміз 9-ға. Шамамен 60 минут шығады екен. Сонда бізде жаңағы қайнап болған суымыз 60 минутта толығымен буланып кетеді деп алуға болады. Дұрыс жауап бізде Д нұсқасы болады. Келесі. Енді оқушылар бізде С деңгейлі есептер қалды, яғни 3 балдық. Былай дейді, жолдың қандай да бір бөлігіндегі автомобильдің орташа жылдамдығы 60 км/сағат. Орташасы уже 60. Енді бізге айтады, бастапқы 3/1 бөлігін, жолдың бастапқы 3/1 бөлігі, яғни 3/1 S десек болады. Так, 40 км/сағатпен жүрген, қалған 3/2 бөлігін қандай жылдамдықпен жүрген дейді. Мынаны 3/2 деп алайық. Так, бұл кеше, яғни өткен видеода болды сіздерде. Орташа жылдамдықтың формуласымен шығарған тоқ. Мен дайын формуланы сіздерге лайфхак ретінде көрсеттім. Давайте енді бұл жолы біз осыны толығымен шығарайық. Бізде жалпы орташа жылдамдық деген не ол? Ол S1, S2, T1, T2. Біздің жағдайда S1 мен S2-ні қосатын болса, ол әрине S шығатын түсінікті. T1 деген не ол? Ол S1 бөлінген V1. Енді S1 деген бізде мынаған тең. Сонда мен былай жазсам болады. S бөлінген 3 V1 деп жазсам болады. Қосылған S бөлінген, қараңыздар, 2S бөлінген 3 болып кетеді уже. S2-нің орнына мен мына T2-ні біз S2 бөлу V2 дейміз ғой. S2 дегеніңіз 3/2S бөлінген V2 болады міне. V2 деп жазамын. Так, ортақ бөлім 3 V1 V2. Мынаған V2 береміз, мынаған V1 береміз. Сөйтейік, қайттан жазайық мына жерге. Сонда алымында S, мына жақта S көбейтілген V2 бөлінген 3 V1 V2. Мына жақта қосылған 2S V1 болады. Енді қараңыздар, мына 3 V1 V2 деген үстіне шығып кетеді ғой. Сонда орташа жылдамдықтың формуласы былай өзгереді бізде. Так, 3 V1 V2 көбейтілген S бөлімінде S-ті шығарамыз. V2 қосылған 2 V1 деп жазуымызға болады. S пен S-ті қысқарып жүруге болады. Енді давайте орнына қойайық сан мәндерін.
Так, сан мәндерін орнына қоятын болсақ, v орташа бізде 60-қа тең болады 3 көбейтілген v1 40 көбейту v2 бөлінген v2 қосылған 2 v1 40. Так, қараңыздар, 0 мен 0-ді қысқартып тастауға болады. Мына жерде 12 болады, Так, былай жазайықшы, мен 6 көбейтілген v2 қосылған 80 тең болады 12 көбейтілген v2 дейік. Екі жақта 6-ға бөлеміз. Сонда v2 плюс 80 тең 2 v2 болады. Және осы жерден v2-ні табатын болса, ол бізде 80 шығады. Сонда дұрыс жауап 80 км сағат екен ғой. Яғни А деген жауап шығады екен ғой. Жақсы. Ары қарай кеттік. 27-ші тапсырма былай дейді. Электрон кернеулігі 200 киловольт бөлінген метр біртекті электр өрісіне орналасқан. Кернеулік 200 киловольт 2,5 дәрежесі вольт бөлінген метр. Егер электронның бастапқы жылдамдығы 0-ге тең болатын болса, онда 1 наносекунд, яғни 1 наносекунд деген ол оның минус 9 дәрежесі секундта қанша жол жүреді? S тұрап жатыр. Бірақ бізге берілген нәрселер бар. Ол электронның заряды 1,6 10 минус 19 кулон және модульда ғой енді. Масса берілген электронның, ол 9,1 көбейтілген 10-ның минус 31 дәрежесі килограмм. Қараңыздар, электр өрісі бізде, мысалы, біртекті электр өрісі былай бағытталған делік. Мына жақ демек бізде плюс, мына жақ минус. Плюстан минусқа қарай бағытталған. Енді осы жерге біз электрон алып келетін болсақ, электрон бізде теріс зарядталған. Электрон теріс зарядталған. Біз білеміз, әр аттас зарядтар бір-бірін тебеді. Аттас болса, әр аттас бір-бірін тартады. Аттас болса тебеді дедік. Демек, мынаны былай қарай тебеді. Электронды. Және оған осы кезде әсер ететін электр өріс тарапынан күш болады. Және ол осы жағдайда үдемелі қозғалады. Енді Ньютонның екінші заңы бойынша осы үдемелі қозғалысқа кететін электр өрісінің күші ол м-ға тең болады. Неге сегіншасын есеп емес? Енді электр өріс тарапынан әсер ететін күш оқушылар ол бізде Е көбейтілген Е болады. Яғни Q көбейтілген Е деген секілді ғой. Теңестіреміз м-ға. Үсті көшеден А-ны табамыз. Енді S табу үшін бастапқы жылдамдық 0-ге тең болғандықтан V0 плюс АТ квадрат бөлінген 2 болады. Немесе жай ғана АТ квадрат бөлінген 2 болады дейміз. Енді мына жерден А-ны тауып алайық. Сонда А тең 2Е бөлінген М болады. Енді осыны орнына қоямыз, мына жерге қоямыз. Сонда қараңыз, S тең 2Е бөлінген М Т квадрат бөлінген 2 болады. Орнына қойып тек 1,6 10-ның минус 19 2 10-ның 5 бөлу М 9-да 1 10-ның минус 31 дәрежесі. Так, Т квадрат 10-ның минус 18 болып кетеді. Бөлінген 2 дейміз, тең. Так, 2 мен 2 қысқарады. Дәреже плюс 36 минус 37 10-ның минус 1 болады. Және мына же 1,6 9,6 9,10-нан 1-ге бөлеміз. 0,176 жуықтап. 10-ның минус 1 дәрежесі метр. Немесе 1,76 10-ның минус 2 дәрежесі метр. Сонда 1 наносекундта ол 1,76 сантиметр жол жүреді екен. Бұндай жауап бар бізде, ол Д нұсқасына сәйкес келеді. Есеп осындай үшін. Ары қарай кеттік. Келесі 28. Массасы 100 тонна үдеуі 0,2 метр секунд квадрат үдеуімен тежеліп отырып, 100 секунд уақыттан кейін тоқтайды. Тежелу кезінде қандай жол мөлшері бөлінген?
Так, 100 тонна, 1000 тонна ғой бізде, ол миллион килограмм, оның 6 дәрежесі дейік. Үдеу бізде 0,2 метр секунд квадратқа тең. Тежелу уақыты бізде 100 секундқа тең. Қанша жылу бөлінеді дейді. Енді бұл жерде бөлінетін жылу мөлшері бұл үйкеліс күшінің жасайтын жұмысына кетеді. Үйкеліс күшінің жасайтын жұмысына кетеді. Так. Үйкеліс күшінің жасайтын жұмысына кетеді. Және үйкеліс күшін жасайтын жұмысын біз теріс бағытта аламыз, оны ескересіздер. Келесі. Енді үйкеліс күшінің жасайтын жұмысы, оқушылар, бұл үйкеліс күші көбейтілген S болады. Қашықтық болады. Так. Енді үйкеліс күшінің формуласы ол μn. Оны білесіздер деп ойлаймын. μn. Енді бұны бар ғой, негізі кинетикалық энергияның өзгерісі деп те алуға болатын еді. В нолевойны алып, там в-мен деп. Ладно, енді біз осылай бастап қойдық. Жол, оқушылар, бізде АТ квадрат бөлінген 2-мен анықталады. Так. АТ квадрат бөлінген 2-мен анықталады. Енді қараңыздар, мына үйкеліс күшім бар ғой. Негізі мына неге әсер ететін бізде үйкеліс күші былай бағытталады. Бұл жерде енді бар ғой, негізі кеммелі қозғалыс болады да. Сол үйкеліс күшін біз м-ға теңестіре аламыз. Басқа бізде ешқандай күш жоқ. Сонда мынаны біз м деп ала салуымызға болады екен. Сонда бөлінетін жылу мөлшерін біз былай алсақ болады. Не қараңыздар, м көбейтілген АТ квадрат бөлінген 2 деп. Бәрі бір нәрсе берілген. Минус, енді ол жерде үйкеліс күшінің алдында минус болады ғой. Сонымен минус 2 плюс болып кетеді. Так, м бізде 10-ның 6 дәрежесі дейміз. А 0,2-ке тең. Тағы да 0,2 бар бізде. Көбейтілген т квадрат 10-ның 4 дәрежесі бөлінген 2 болады. Так, екеуін қысқартсақ 0,1 шығады. Сонда бізде 0,2 көбейтілген 10-ның, так, 10-ның минус 1, минус 1 мен 9 жоуль шығады екен ғой. 0,2 10-ның 9 дәрежесі, немесе 2 10-ның 8 дәрежесі деген жауап шығады. Бұл да тоже 9-шы класстың есебі негізі. Өкінішке орай. Үдеу өтілген жоқ 8-інші кластарда. Әрі қарай кеттік. Келесі. Шығарам деген оқушылар оны энергияның өзгерісі ретінде де алуға болады, жылу мөлшерін. Так, энергияның өзгерісі ретінде алсақ, бізде mv квадрат минус mv0 квадрат деп те алуға болады. Былайынан алуға болады. v0 енді бізде неге тең? v0, жоқ, v0 наоборот бізде бар, v0-ге тең болады. Тоқтады ғой. v0-ді біз аты деп ала аламыз. Әрі қарай орнына қойсаңдар, сол шығады бәрібір. Жақсы ма? Әрі қарай кеттік. Нөмір 29 былай дейді. Қатаңдығы 10 килоньютон метр және 20 килоньютон метр болатын серіппелер жүктердің әсерінен сәйкесінше 5 миллиметрге созылады және 4 миллиметрге созылады. Егер жүктердің орындарын ауыстыратын болсақ, серіппелердің созылуы қандай болады? Так, давайте бізде мысалы бірінші серіппе бізде қандай күш әсер етеді, соны анықтап алайықшы. Оған әсер ететін күшіміз 10 килоньютон метр көбейтілген 5 миллиметр. Оның минус 3 дәрежесі. Сонда оған әсер ететін күш бізде 50 ньютон болады. Бірінші жағдайда. Енді екінші жағдай үшін табайық. Екінші жағдайда оған К2, Х2, яғни екінші серіппе ғой енді. Екінші серіппе, оның қатаңдығы 20 бізде. Килоньютон бөлінген метр. Ал оның созылу шамасы 4 миллиметрге тең, минус 3. Сонда бізде шығады, мына метр мен метр қысқаратта 80 шығады екен. Енді қараңыздар, 80 ньютон күш бар және бізде
50 ньютон күш бар. Енді осы жерде осы күштерді ауыстырып біз не істейміз? Жаңағы серіппе келеміз. Осы кезде олардың созылуы қандай болады дейді. Яғни давайте біз дельта x бір штрих дейік. Бұл бізде екінші күшті бірінші серіппеге ілдеп жатыр ғой. Екінші жүкті. Яғни F2 бізде 80 ньютон. Осыны ілуіміз керек К1-ге. Яғни 10 ньютон килоньютон бөлінген метрге. Сонда бізде мына жерден шығады 8 мм шығады. Минус 3 дәреже, 8 мм шығады. Дәл осылай екінші жүкті, жоқ бірінші жүкті біз екінші серіппеге ілеміз К2-ге. Бірінші жүгіміз бізде 50 ньютон. Осы 50 ньютонды бөлеміз К2-ге, яғни 20 килоньютон бөлінген метрге бөлеміз. Сонда бізде шығады 2,5, оның минус 3 дәрежесі метр шығады. Немесе 2,5 миллиметр дейміз. Дұрыс жауап 2,5 миллиметр. 8 және 2,5 деген жауаптар шығады. В деген жауап болады екен. Әр қарай кеттік. Және бізде бұл соңғы тапсырманы қарайық. Айтады Q1 4 микрокулон және Q2 2 микрокулон 2 нүктелік заряд бір-бірден L қашықтықта орналасқан. Егер екінші оң болатын болса, екінші заряд, онда зарядтар ара қашықтығының ортасындағы нүктедегі өріс кернеулігі қалай және қанша есе өзгереді? 3 есе кернеулігі өзгермейді, 3 есе кемейді, 3 есе артады, 2 есе артады, 4 есе артады дейді. Давайте бірінші жағдайды қарастырайықшы. Q1 оң заряд, және Q2 бізде теріс заряд. Біз білеміз, кернеулік сызықтары оң зарядтан шығады, теріс зарядқа кіреді. Дәл мына жер бізде қашықтық мынадан L бөлінген 2, L бөлінген 2. Мына нүктені давайте біз А нүктесі дейік. Бірінші жағдай үшін біз кернеуліктерді қосамыз. Неге қосамыз? Себебі екеуі бағыттас болып қалды. Міне. Екінші жағдай үшін біз кернеуліктерді қалай анықтаймыз? Екінші жағдайда бізде шатаспасам азайтылады. Себебі бізде зарядымыз оң зарядқа ауыстырады. Азайтылады. Неге? Давайте мен оның суретін былай салайын. Так, оң зарядымыз бар міне. Қашықтық өзгерген жоқ. Мынадан шығып жатыр. Так, бұл жерден кернеулік оңға бағытталады. Енді бізде екінші заряд бар. Екінші зарядымыз бізде ол да оң. Міне, Q2. Біз білеміз ғой, оң зарядтан кернеулік шығатын. Демек, бізде екінші жағдайда не болады? Екінші жағдайда бір-бірінен азайтылады. Бастапқы жағдайда қосылады, екінші жағдайда азайтылады екен. Так, давайте орындарына қойсақ, бірақ модульмен ала саламыз ғой. Бұл жерде қараңыздар. Бұлай болады міне. К Q1 L бөлінген 2-ның квадраты. Негізі формула бойынша E-нің формуласы бізде оқушылар мынандай. KQ бөлінген R квадрат. R біздің жағдайда L бөлінген 2-ке тең, себебі дәл ортасына деп айтты. Және мынаныңқы да дәл сондай қосылады. KQ2 L бөлінген 2-ның квадраты дейміз. Енді қараңыздар, мен мынаны былай жата берейін. Мына жаққа, K бөлінген L бөлінген 2-ні біз L квадрат бөлінген 4 деп алсақ болады. Мына жақта Q1 мен Q2-ның қосындысы деп ала саламыз. Модульда ғой енді екеуі. Міне, былай ала салуға болады. Енді екінші жағдайға тоқталайық. Қазір ғана айттық, екінші жағдайда олардың бағыттары бір-біріне қарама-қарсы болады. Себебі екеуі де бізде оң заряд болып қалды ғой. Енді бұл жерде дәл сондай осы формула болады. Яғни K Q1 L бөлінген 2-ның квадраты азайту KQ2
L бөлінген 2-нің квадраты. Міне. Енді мына жерде біз былай істесек болады. К L бөлінген 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда бізде Q1 минус Q2 болады. Модульдан. Я? Вот. Енді қараңыздар. Бір-біріне бөлейік мынаны. Мынау бізде Е штрих қой. Вот. Е штрих қой. Е штрихті Еге бөлейік. Так, жақшаның ішінде біраз нәрсе бар бізде. Е штрих қараңыздар. К квадрат L квадрат бөлу 4 Q1 минус Q2 модульдің ішінде бірақ. Бұлайынан болады. И екіншісі бізде қалай болады? К квадрат L квадрат бөлінген 4 Q1 плюс Q2. Тең. Мына бәрі қысқарып кетеді. Q1 мен Q2-ні азайтамыз бір-бірінен. Екінші жағдайда бізде плюс 2 ғой. Сонда 4 азайтылған 2 болады. Ал бөлімінде 4 қосылған 2 болады. Сонда 2 бөлінген 6 болады, немесе 3-тен 1 болады. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз Е штрихіміз Е бөлінген 3 болады деген сөз ғой. Яғни бастапқы жағдаймен салыстырғанда 3 есе кемейді. Енді есеп біраз күрделірек. Бірақ шығаруға болады. Негізі оймен шығарып тастауға да болатын есеп екен жалпы. Әрі қарай кеттік. Келесі бізде осы ағайындар. Біз сіздермен бірге бүгін 8-ші сыныптың юниор олимпиадасына кездескен тапсырмаларды шығардық. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Бұл тек қана оқушылар және мұғалімдер ғана емес, сонымен қатар 8-ші сыныптың оқушылары, 7-ші сыныптың оқушылары емес, сонымен қатар ұбт тапсыратын оқушыларға да өзінің үлкен пайдасын тигізеді. Неге? Себебі бұл жерде тапсырмалар ұбт-ның С деңгейлі есептерімен шамалас. Өздеріңізде көріп отқаны шығарсыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі эфирлерде кездескенше амандықта, саулықта болайық. Эфир пайдалы болды деген ойдамын. Достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Тағы да сау саламатта болыңыздар.